Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай пышный, жұмсақ, өте әдемі, дәмі керемет болатын бауырсақ әзірлейтін боламыз. Осы бауырсақтың рецептісіне мен өзім бір жасағаннан ғашық болдым, сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен сүт қажет, сүтіміз жылы болу керек, оған маргарин майынымызды құямыз. Сонан соң дрожжымызды саламыз, сүттеріңіз қатты ыстық болмасын, жылы болу қажет, шекерімізді саламыз, барлығын жақсылап бір қозғап қоямыз, майымыз екеу араласып, кішкене бізде опора болу керек, яғни дрожжымыз кішкене болсын бетіне шықса болғаны, ыстыққа салып дрожждарыңызды пісіріп алмаңыздар. Дрожж пісіп қалса сіздерде ашымайды бауырсақ. Сонан соң 2 жұмыртқамызды саламыз. С1 категориясы болса да, С2 категориясы болса да бола береді. Ең соңынан тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, енді ұнымызды саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болсын. Осылай ұнға келетін болсақ, мен бұл жерде 1 кило 300 ұн қосып тұрмын. Бірақ бұның барлығы сіздердің ұндарыңыздың сапасына, ұндарыңызға байланысты. Әр ұн әртүрлі. Бір ұндар өзіне суды көп қажет етеді, кейбір ұндар керісінше онша қажет етпейді. Сол салған мөлшерінде жақсы болады. Мінекей осындай қатты шықылдап тұрған емес, жұмсақ емес, тым қатты емес, осындай қолға әдемі болатын қамыр илейміз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей бізде көтерілді. Қамырды көріп тұрсыздар ма? Өте қатты бұлшылдап бұлжап тұрған жоқ, және тым қатты да болып тұрған жоқ. Яғни орташа осындай қамыр илейсіздер, осыған мән беріңіздер. Тым қатты болса бауырсақтарыңыз әдемі болмайды, тым жұмсақ ағып кетпеуі де керек. Мінекей осылай жақсылап илеп, зуалалап қоямыз. Зуалалап, менде осы жерде қазір 4 зуала шықты. Осы зуалаған қамырды енді кішкене қойып қоямыз. 15 минутқа, немесе 10 минутқа қойсаңыздар болғаны қамыр. Ал мінекей қамырымыз енді дайын. Осыны енді жақсылап шаямыз. Тым қатты жұқа да болмау керек, тым қатты қалың да қылып шаймаңыздар. Орташа етіп, 1-3-4 миллиметрдей етіп қалыңдығын осылай шаясыздар. Сонан соң әдемі етіп кесіп шығамыз бауырсақтарымызды. Оған дейін табаларыңызға майларыңызды құйып қыздырып қоя берсеңіздер болады. Домалақ қыласыздар ма, осылай пышақпен кесесіздер ма, оның барлығы өздеріңіз қалауларыңызша. Мен осылай кесіп қойдым, домалақ қылып ойып жасаса, ол кезде бізде расход көп қалады, сондықтан осылай бізге ыңғайлы. Енді қыздар, біздер табамызға қыздырып қойған майымызға бауырсақтарымызды жақсылап тұрып, 2 беті қып-қызыл әдемі болғанша пісіріп аламыз. Мінекей менің бауырсақтарым осылай қызып тұрған майға кетті. 2 бетін кезек араластырып, осындай әдемі қып-қызыл жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болады. Баршаңыз жасап көрсеңіздер болады. Бұл рецепт 100% менің жасап жүрген рецептім. Сондықтан сіздерде де өте керемет бауырсақтар шығатынына сенемін. Қыздар, егер жасаған болсаңыздар, фото отчет жіберсеңіздер қуанып қалар едім, және лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Мінекей бізде дайын болды бауырсақтарымыз. Баршаңызға ас болсын. Менің парақшамда келесі шығатын тағы да неше түрлі керемет рецептілерімді міндетті түрде үзбей жібермей көріп отырыңыздар, және қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.